Тамаша мүмкіндіктер. Мұрагерлік дау бойынша екі тарап бір-бірімен айтысып жатыр. Мұрагерлер ғой енді. Түсінбестіктен болып жатыр. Мұның бәрін біз осы шиеленістің бәрін шешіп, мұрагерлік істі жүргізіп, мәселені шешіп беріп жатырмыз. Басында дауласып, біріне бірі сенбей, уайымдап жүрген болатын. Келіссөздің кезінде барлық заң талаптарын түсіндірдік. Жалпы мұрагерлік істерде қандай мүмкіндіктер бар, оның қандай салдарлары бар, бәрін түсіндіргеннен кейін, оның бәрін біз айтып тұрғаннан кейін, адалдығымызға сеніп, бізге тапсырды. Біз әрмен қарай жұмыстарды жүргіздік. Сөйтіп нәтижесінде екі жаққа да тиімді шешім қабылданып, тараптар мәз-мейрам болып, мұрагерлік іс шешілді. Және бір-бірімен татуласып, әрмен қарай ағайындар ғой енді, ашылассақ та жақсы ағайынымыз қаяқтан табамыз. Сөйтіп ағайындармен араласып, тамаша күндерді сүріп жатыр. Егер де сізде мұрагерлік істерге байланысты мұрагерлер арасында дау болып жатса, ойланбай бізге тапсырыңыздар. Өйткені мұрагерлік істің өзінің қыр-сыры болады. Соның бәрін біз түсіндіріп, айтып, соның шеңберінде құқықтық салдарларын түсіндіре отырып, мәселелеріңізді шешіп береміз. Осы видеоның астына WhatsApp нөмір қалдырайық, соған хабарласыңыздар. Кеңес керек болатын болса, мәселені шешу керек болатын болса. Өзге өңірлерде, мысалы үшін, біз енді өзіміздің тәжірибемізден білеміз, 20-30 есе, тіпті 50 есе қымбат айтатын көрінеді адвокаттар. Ондайларға алданып қалмаңыздар. Заң компаниясына жазып, кеңес алып, бағаларға байланысты кеңес алып, түсінісіп алсаңыздар да болады. Өйткені өте қомақты сумамен жүргіземін деп шаршап қалмаңыздар ағайын.